Сабағымыздың тақырыбы менің атым Қожа деп аталады. Бұл сабақтың мақсаты сендерді яғни бір-біріңді сыйлай білуге, отбасы мүшелерін құрметтей білуге, бір-біріне жақсы жанашыр көзбен қарауға тәрбиелеу. Жақсы. Осы менің атым Қожа әңгімесінің басты кейіпкері кім бізде? Қожа. Сол Қожаға қазір 5 жолды өлең жазамыз, әділетке, мирас. Жоқ, мирас сен мына ойдың. Қожа тәртіпте сенімді, ашуланады, ұрсады, қуанады. Қожа өзінің тәртібін ақырында түзейді. Бала. Жақсы, Иса оқи ғой. Қожа бұзылып, ақылды, алдайды, ашуланады, өзгереді. Қожа мұғалімнің сөмкесіне бақа салған оқушы. Жақсы, әділет оқи ғой. Қожа тәртіпсіз, ақылды, ашуланады, қуанады, түзейді. Повестің басты кейіпкері бала. Жақсы, тамаша, жарайсыңдар олар, рахмет. Аяулым бағалап отыра ғой, арасында сене жетондар беріп бағалап отыра ғой, жақсы. Нұрдәулет, бүгінгі сабақта сәттілік, қуаныш, бақыт тілеймін. Ары қарай. Мирас, бүгінгі сабақта тамаша көңіл күйім болды. Жақсы, ары қарай. Аял, бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Жақсы. Мынау Бердібек Соқпақбаев. Ол менің атым Қожа фильмінің авторы. Кейіпкері. Енді мынау кім екен? Нұрдәулет. Бұл Сәйбек қарт, ол әкесі. Келесі, оның анасы. Ол оған көмек беріп, кеңес беріп көмектескен. Жақсы, тағасыңдар. Қай сәті бұл? Менің атым Қожа әңгімесінің қай сәті? Алғашқы кездесу, яғни кіммен кездесті? Майқан апаймен. Майқан апаймен кездесті. Бірақ балар бұл жерде Қожа Майқан апай